Сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бірге Гаухар таңғы асқа арналған өте дәмді сырники жасаймыз. Алдымен бізге осындай марлы қажет, оны 2 қабаттап алып, мискамызға салып, сүзбеміздің жартысын саламыз. Оны қолымызбен барынша езіп, артық суынан арыламыз. Артық су бізге мүлдем керек емес, өйткені біздің сырникиларымыз дұрыс бірікпей ажырап кетеді. Барлығын осылай қолымызбен қатты қысып, суын ағылып тастаймыз. Екінші бөлігінде дәл солай марлыден қысып өткізіп аламыз. Осындай құп-құрғақ сүзбе болуы қажет. Дайын болған сүзбенің үстіне 1,5 ас қасық жарма ұнтағын қосамыз. Одан кейін 1,5 ас қасық қант қосамыз. 1 жұмыртқамызды да қосып, барлығын блендердің көмегімен езіп шығамыз. Енді біздің сүзбеміз дайын. Тақтайдың үстіне ұн сеуіп, осы дайын болған сүзбемізден домалақ шариктер жасап шығамыз. Қолымызды да ұнға малып аламыз, жабысып қалмау үшін. Біртіндеп дөңгелек тәрізді пішін жасаймыз. Барлық дөңгелектеріміз дайын болды. Енді сырникидің формасына келтіреміз. Тағы да жаятын жерімізге кішкене ұн сеуіп, дөңгеленген шариктерді кішкене ұнға аунатып аламыз. Одан кейін үстін ақырында басамыз. Ары қарай тегістеу үшін осындай форманы пайдаланасыздар, немесе кез келген стаканмен осылай шет-шетін ұрып тегістеп алуға болады. Барлық шариктерімізді осылай жасап шығамыз. Сырникиларыңыз бірдей болсын десеңіздер, осылай әрине форманы пайдаланған жөн. Теп-тегіс, өте әдемі болып көрінеді. Болған сырникиларды морозильникке осы күйінде қатырып қойсаңыздар болады, таңертең пісіріп жей бересіздер. Болмаса сол кезде пісіруге де болады. Барлығын формаға келтіріп алғаннан кейін қуырамыз. Баяу отта үстіне кішкене май құйып, оның үстіне сары май қосып араластырып істесеңіздер де болады. Қызғаннан кейін үстіне сырникиларды біртіндеп салып шығамыз. Отты әрине өте баяу қылыңыздар. Бірінші беті піскеннен кейін келесі бетін аударамыз. Отты баяу болмаса, сырникилеріміздің арасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Одан кейін бетін жауып, сырникиларымыз толық піскенше қойып қоямыз. Мінекей біздің сырники дайын. Барлығын ыдысымызға аламыз. Менімен бірге жақындарыңызды дәмді тағамдар жасап қуантқыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде кез келген
уақытта менің рецептімді алғаш болып сіз көре аласыз. Егер қандай да бір ұсыныстар болса, комментарияға қалдырып кетіңіз.